Бүгінгі біздің 3-ші сабағымыз, яғни студенттер QuizGecko платформасы. Біз яғни видеоны Bandicam платформасы арқылы сіздерге түсіндіріп жатырмын. Яғни сіздерге бүгін QuizGecko платформасын нақтырақ қалай тіркелу керек, қалай жұмыс жасау керек. Яғни QuizGecko дегеніміз жасанды интеллект арқылы тест құру. Яғни мен аккаунтыма мен сразу кірілді самал. Яғни сіздерге тест жасау қалай не істеу керегін айтамын. Яғни бұда белгілі бір лимит бар. Тоже 11 сыныптарға арналған классикалық түрде жасалған тест құру платформасы. Менің мына жерде өзімнің жұмыстарым бар. Қалай жұмыс жасағандарын, Пифагор, логикалық есептер, мінекей, өзінің бір шектеу бар. Шектеу болғандықтан біз арқылы жұмыс жасай алмаймыз. Но смартфон арқылы пайдаланған өте жеңіл. Мына жерде менің жұмыстарымды арнайлап кіре аласыздар, скопировать етіп, бір-бірлеріңізге жүктей аласыз. Яғни бастапқы сіз өзіңіз бірінші кіретін болсаңыз, яғни текстті скопировать етіп, сіздерге автоматически тест жасап береді. Яғни жасанды интеллект болғандықтан қателіктер болады, бірақ та өзіңізде жүруіңізге болады. Яғни 7 тілде қамтамасыз етілген бұл платформа. Қазақ тілінде қамтылмаған, но ішіндегі сұрақтар қазақ тілінде жасауға болады. Мысалы, теңсіздіктер деп жазатын болсақ, кез келген жасанды интеллект адамның рөлін атқара алмайды. Бәрібір де қателіктер болады. Мінекей, сіздерге дайын түрде платформа негізделген. Мына жерде енді кейбір тақырыптар болмайды, бірақтан да платформаның бір артықшылығы осындай автоматически сіздерге тест сұрақтарын жасап береді. Қандай қатынас екі санның тең емес екендігін көрсетеді. Салыстырмалы теңсіздік, кем және үлкен теңсіздіктер қалай типтер жатады, дұрыс теңсіздіктер мінекей сіздерге жасап береді. Ал сіздерге мына жерде жасалатын өзіміздің неміз, Generate арқылы өзіңіздің жұмысыңызды жасай аласыз. PDF форматта бірақ текстті PDF форматта жүктесеңіз, оны жасанды интеллект өзіне бағыттап сізге тест құрастырып береді. Мен бүгінгі біздің QuizGecko платформасына өзінің шегі де тамам. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.